Маңғыстауда қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптаумен 15 жеке кәсіпкер айналысады. Осындай кәсіпорындардың бірі бір жыл ішінде 700 тоннаға жуық макулатура, 500 тонна полиэтилен, 200 тонна пластик өңдеді. Шикізат тек Қазақстан бойынша ғана емес, Ресей мен Өзбекстанға да жеткізіледі. Алайда мұндай кәсіпорындарға екінің бірі жұмысқа бара бермейтінге ұқсайды. Кәсіпкерлердің бірі Ирина Татиева жұмыс күшінің тапшылығы бар екенін айтады. На сегодняшний момент наше предприятие нуждается. Бізде дәл қазір 12 адам жұмыс жасайды. Әлі де жұмыс күші қажет. Ешкім келгісі келмейді. Егер ұсынысымды қабыл алса, мен жұмысқа қабылдауға дайынмын. Әрі тұрақты жалақы да болатынын уәде етемін. Облыс әкімі осындай нысандардың жұмысымен танысып қайтқан болатын. Сол жерде жауапты тұлғаларға қатысты тұрмыстық қатты қалдықтарын өңдеушілерге қолдау көрсету тапсырылды. Ал кәсіпкерлер өңірдегі қоқыс мәселесін шешудің бір ғана жолы ол қоқыс төгу мәдениетін қалыптастыру дейді. Көңілге қолғаны әрі қолдау табатын мәселелердің бірі бұл мектептермен жұмыс жасау. Бұл жердегі бұл кісінің бағыты мектеп оқушылардың арасында тәрбие бағытында тұрмыстық қатты қалдықтарды бөлек жинауға үйрету, осы бөлек жинауға тарту. Бұл бағытта мектептерге сол жаңағы пластиктерді бөлек жинауға, қағаздарды бөлек жинауға сол сеткаларын қойғысы келеді. Енді бұл да екі жаққа тиеді деп ойлаймын. Бір жағынан мектептің тазалығы, екінші жағынан балаларға осы тұрмыстық қатты қалдықтар бағытында тәрбие беру. Бүгінгі таңда облыс көлемінде елді мекендерден шығарылған тұрмыстық қалдықтардың 29% сұрыпталып, басқа өңірлермен жақын шетелдерге өңдеуге жіберілді. Ал өткен жылы бұл көрсеткіш 27%-ға жеткен болатын. Облыс бойынша әлі күнге дейін санитарлық талаптарға сай келмейтін 16 полигон бар. Бұл жұмыстар күн тәртібінен түспейді дейді мамандар. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.